Қазақ халқының біртуар дара тұлғасы Абай Құнанбайұлының ұрпаққа қалдырған мұрасы болашақ игілігіне жарқын жол көрсеткен шамшырақ. Ақынның қара сөздерін оқып, көңілге түйген оқырмандарымызға құлақ түрейік. Өскемен қаласы әкімдігінің Шоқан Уәлиханов атындағы нөмір 3 мектеп-лицейінің 7 сынып оқушысы Қайрат Аружан. Абай Құнанбаев бірінші қара сөз. Осы күнге өмірімізді жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, әурешілікті көре келдік. Ал енді жер ортасы жасқа кеттік. Қажыдық, жалықтық. Істіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі құра өрешілікке келдік. Енді қалған өмірімізді не қылып, не істеп өткіземіз? Соны ойлап, өзімде аңдадым. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшыраймын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басыңдыға жастар бағамын немесе, өзі Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше бағар. Енді қартайған шағымда ұры, залым, кілемкестердің азығын бағып берем деп, өзімнің қалған аз ғана өмірімді қор қылатын жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ, ғылымды бағарға да, ғылымсыз сөйлесерге де адам жоқ. Білгеніңді кімнен үйретерсің, білмегеніңді кімнен сұрайсың. Мұңымды айтып шер тарқататын кісі болмағандықтан, ғалым өзі бір тез қартайтатын күйік. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оғанда тыныштық керек. Не көңіліңде, не көрген күніңде тыныштық жоқ. Осы жерде, осы елде не қылған софылық? Бала бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағудың мәнісін де білмеймін. Не қыл деп, не істе деп бағамын. Қай харекетке қосайын? Балаларымның өзіне ілгері ісінің, білімінің пайдасын тыныш жерде көретін орын ойламаппын. Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым. Осы ойлаған нәрселерімді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кім осы жерден өзіне керек сөзін тапса, оқысын, я жазып алсын. Егер керек емес десе, өз сөзім өзімдікі детімді қойдым. Енді менің бұдан басқа ісім жоқ.